Ал қарағандылық келіншек күйеуінің өліміне дәрігерлерді кінәлайды. Гүлден Молдабекованың айтуынша жүрегі қысылып, жағдайы күрт нашарлап ауруханаға жеткізілген жолдасы Айдос Молдабековке ақ халаттылар тиісті көмек көрсетпеген. Соның кесірінен күйеуім көз жұмды дейді. Қайғыдан қан жұтқан әйел Мақажанов атындағы көп салалы аурухананың қызметкерлерін жазалауды талап етіп отыр. Бірақ ақ халаттылардың айтар уәжі басқа. Қайғыдан қан жұтқан Гүлденнің айтуынша 34 жастағы жолдасы Айдостың 21 маусымда түн ішінде денсаулығы күрт нашарлаған. Қол аяғы ұйып, жүрегі қысылыпты. Осыдан кейін келіншек бірден жедел жәрдем шақыртқан. Бірақ күйеуімді Мақажанов атындағы көп салалы аурухананың дәрігерлері ұзақ уақыт бойы қабылдамады дейді. Тіпті алғашқы медициналық көмек көрсетпеді, диагнозын да қоя алмады деп отыр. Гүлденнің сөзінше дәрігерлер Айдосты ауруханаға жатқызған соң келіншекті үйіне қайтарып жіберген. Арада бірнеше сағат өткен соң Гүлден жолдасымен бейне қоңырау арқылы сөйлескен. Ол кезде күйеуім қатты қиналып жатқанын айтты дейді. Мен сұрақ қойдым, сені ешкім әлі қараған жоқ па деп едім. Осылай бір рет кірпігімен моргнул, получается. Одан кейін екінші рет тағы да сұрадым, ешқандай көмек болған жоқ па деп едім. Тағы да осылай бір рет кірпігімен моргать етті, сонымен болды. Одан кейін, получается, мен жолдасымды көрген жоқ. 4 сағат бойы, сағат 5-ке 15 қалғаннан, сағат 9-ға 15 қалған уақытқа дейін ешқандай дәрігерлерден көмек болмаған. Ал камераға сұхбат беруден бас тартқан Мақажанов атындағы көп салалы аурухананың әкімшілігі науқасты кезекші невропатолог дәрігер дер кезінде қарағанын айтады. Айдосты реаниматолог терапевтің тексеруінен соң инсульт бөлімшесіне жатқызып, қолдан келген көмекті көрсеттік дейді. Қазір азаматтың өлімі бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр. 34 жастағы азаматтың қайтыс болу дерегі полицияда тіркелді. Қазіргі уақытта тиісті сараптамалар тағайындалды. Сондай-ақ фармацевтикалық бақылау департаментімен тексеріс жұмыстары жүргізілуде. Соның қорытындысы бойынша нақты іс бойынша сараланып, процессуалдық шешім қабылданатын болады. Полиция фармацевтикалық бақылау департаменті тексерісінің қорытындысынан кейін ғана нақты шешім қабылданатынын айтты. Бірақ тексерістің қашан аяқталатынын нақты айта алмады. Дена Сапарқызы, Информбюро, Қарағанды облысы.